Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетика сабағындағы қауіпсіздік ережесімен танысу. Сабақтың мақсаты оқушыларды жеңіл атлетика жаттығулары кезінде қауіпсіздік ережесімен таныстыру. Сабақтың міндеті жеңіл атлетика техникасын ережеге сай орындауға үйрету. Сабақтың барысы ұйымдастыру бөлімі, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Ұйымдастыру бөлімі сапқа тұрғызу, сәлемдесу, сабақтың тақырыбымен таныстыру. Негізгі бөлім жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Қысқа қашықтықтарды тек өз жолымен жүгіру керек. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастарымен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. Суретке қарап, физикалық қозғалысты ата және туындайтын қиындықтар мен тәуекелдерді анықта. Жаттығу орындау кезінде қауіпті сәттерді анықта. Дене жаттығуларының түрін анықтайды, туындайтын қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды, жаттығу барысындағы қауіпті сәттерді анықтайды, қауіпсіздік ережесін сақтайды. Жеңіл атлетикамен шұғылдану үшін мына ережелерді білуі керек. Қысқа қашықтыққа көп бала болып жүгіруде әркім өз жолымен жүгіруі тиіс. Әйтпесе олар жүгіріп келе жатқанда бір-бірімен соқтығысып қалуы мүмкін. Алыс қашықтыққа баяу жүгіргенде өздерімен сөйлесуге болмайды. Себебі сөйлесіп жүріп уақыттан ұтылады. Секіру жаттығуын орындамас бұрын секіріп түсетін жерге гимнастикалық төсеніштің дұрыс төселуін, далада болса шұңқырдағы ағаш үйіндісінің дұрыс қопсытылғанын тексеріп алу керек. Секірудің кез келген түрін ұзындыққа секіру, биіктікке секіру орындауды өзіңнен бұрын секіргіштен, бала төсеніштен немесе шұңқырдан толық шыққан соң ғана бастау керек. Спорт құралдарын немесе допты мұғалімнің көрсеткен жағына қарап лақтыру керек. Бұрын лақтырылған құралдарды жинап алу кезінде еш нәрсе лақтыруға болмайды. Қорытынды: балаларды сапқа тұрғызу, тыныс алу жаттығуларын, үй тапсырмасын беру. Үй тапсырмасы жеңіл атлетика жаттығуларын қауіпсіздік ережесін сақтай отырып жасап үйренуді дағдыландыру. Назарларыңыз